Қолайлы бизнес-климат, экспорттың көбеюі және шетелдік инвестицияның еркін ағымы. Бұл ел конституциясының біздің елдің экономикасының дамуына жасап отырған жағдайы. Дегенмен, шикізаттық экономикадан әртараптанған экономикаға ауысу үшін тағы не істеуге болады? Бұл сұрақтың жауабын біз халықаралық сарапшы Алтай Абибуллаевтан сұрап білмекпіз. Армысыздар, эфирде Замандас лайв. Алтай Абибуллаев 46 жаста. Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Назарбаев орталығының басқарма төрағасы. Варшава университеті халықаралық қатынастар институтының саясаттану және журналистика факультетінің түлегі. Алтай мырза, қайырлы күн. Алғашқы сұрағымыз өзіңіз басқарып отырған ұйымның жұмысына тікелей байланысты. Қазіргі кезеңде этносаралық келісім мен діни келісім орнатудағы қазақстандық модельдің қандай ерекшеліктері бар? Және бұл модельді басқа қай ел үлгі ретінде ала алады? Шақыруларыңызға үлкен рахмет. Құрметті теледидар көрермендері, ата мекен бизнес каналының көрермендері. Әрине, қазақстандық этносаралық келісім өзі үлгілі модель ретінде халықаралық сахнада белгілі. Қазақстан әрдайымда өзінің үйлесімді саясатымен, ішкі саясатымен дүниеде танымал. Өзіңізге белгілі, Қазақстанда 135 ұлттың өкілдері мекендеген, 17 діни өкілдердің елі. Сондықтан біздің Қазақстанда ұлтаралық, этносаралық, дінаралық келісімнің барынша үлгі болуы ол орынды. Қазақстандағы Қазақстан халқы ассамблеясының үлгісі көптеген елдерге, көп ұлтты мемлекеттерге үлгі болып келді. Бұл Қазақстанның ерекше халықаралық бренді болып танылады. Осы әрине ассамблеяның атынан көптеген ұлттың өкілдері Қазақстан парламентіне депутат болып сайланады. Ассамблеяның төңірегінде көптеген ұлтаралық мәселелер керек болған жағдайда өткір мәселелерде өз шешімін тауып үлкен жетістіктерге жету. Әрине, пандемия кезінде бұл орган өзінің қажеттілігін одан әрі тудырады, одан әрі жандандырады деген ойдамын. Шынайы зайырлы қоғам құрудағы біздің ата заңымыздың үлесі қандай? Негізінде әр мемлекет әрине зайырлы болып өзінің өмір сүргенін қалайды. Дегенмен де өздеріңіз білесіз, көптеген мұсылман елдерінде болсын, немесе католик елдерінде болсын, зайырлық мемлекет құру оларға қол жеткізу өте қиын. Өйткені қоғамның, азаматтық қоғамның көбісі немесе басым көпшілігі мұсылмандар болып табылады, немесе католиктер болып табылады, немесе еврейлер болады. Сондықтан бұл діннің мемлекеттің өміріне әсері өте үлкен. Ал кейбір мемлекеттер, Қазақстан сияқты мемлекеттер, конституциясында, ата заңында біз өзімізді зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекеттің жүйесін құра отырып, мемлекетті діннен айырып, сондықтан мемлекет пен өзара дерек, ал діни ағымдар немесе діни өмір мемлекеттік саясатта ешқандай ықпал ете алмайтындығын біз ата заңымызда басып атып өткенбіз. Сондықтан да менің ойымша болашақ негізінде зайырлы мемлекетте әрине конституцияда біз азаматтық құқықтар, оның дін немесе ұлттылығына, барлығына құрмет тұту, оларды құрметтеу, оларға сөз бостандығы болсын, діни көзқарасы болсын, оған барлығына кепілдік берілген. Дегенмен де зайырлы мемлекет ол болашағы меніңше зор деп есептеймін. Дінге деген құрметіміз болу керек, бірақ зайырлы мемлекеттің арқасында алға тұрған технологиялық, экономикалық, әлеуметтік, басқа да инновациялық жетістіктерге жету меніңше
анағұрлым жеңілдірек болады. Еліміздің бизнес климатының жақсаруына Конституцияның жасап отырған қандай жағымды жақтарын атап айтуға болады? Мен өте Қазақстанда сүйіп жақсы көретін каналдың бірі осы Атамекен бизнес каналы болып табылады. Мен ойымша каналдың бизнесте Қазақстандағы орта және шағын кәсіпорындарды жандандыруда рөлі өте ерекше. Сіздердің алаңдарыңызда көптеген өте күрделі бизнесті жандандыру бойынша мәселелер талқылануда. Конституция әр азаматқа өз бас бостандығымен жаңағы өмірге деген, денсаулық алуға, басқа да білім алуға деген кепілдіктер берумен қатар, бізде Қазақстанда мысалы жекеменшік мәселесі, бизнес жүргізу мәселесіне деген тағы да кепілдіктер берілген. Менің ойымша Конституция бұл заңды тұрғыда көптеген кепілдіктерді бере отырып, сонымен қатар басқа да үлкен мол потенциал немесе жаңа жолдар ашып береді деген ойдамын. Менің ойымша кейбір мысалы еуропалық елдерде бизнеске арналған конституция деген ұғымдар да бар. Мысалы, ол не деген сөз? Бүкіл бизнесті реттейтін заңнамалық актілер, мемлекеттік бағдарламалар, конституцияда соған барлығын реттеп, бір кодекс ретінде бизнеске арналған конституция деген ұғым қалыптасқан. Мүмкін болашақта бізде Қазақстанда орта және шағын орта кәсіпорындардың жалпы экономикадағы 50%-ық үлесіне қол жеткіземіз деген мақсатымыз бар болатын болса, жалпы осындай бизнес кодексін немесе бизнестік конституция деген сияқты ұғымдар болашақта қалыптасады деген ойдамын. Өйткені әр мемлекеттің, әр қоғамның тұғыры, негізі, кепілдігі бұл бизнестің нық аяғында тұруында. Егер бизнес өзін нық сезінетін болса, егер бизнес өзін жақсы мемлекеттің бір үлкен тұрағы ретінде саналатын болса, сол мемлекет неғұрлым өзін нық сенеді, өзін күшті мемлекет ретінде санай алады. Сондықтан бизнестің рөлі өте маңызды. Конституция оған кепілдік берілген, ал сіздің арналарыңызда ол бизнесті әлемдік деңгейде халықаралық стандарттармен одан әрі дамытуға деген орны өте зор. Ал Алтай мырза, шетелдік инвестицияны тартуға біздің елдің заңнамасы қаншалықты қолайлы? Осы ретте Конституция арқылы бизнесін, экономикасын жолға қойып алған елдерді мысалға келтіріп өтсеңіз. Бізде қазір мына пандемия кезінде өздеріңіз жақсы бақылап отырсыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың бастауымен бизнеске деген көптеген қолдау көрсетілуде, көптеген жеңілдіктер көрсетілуде. Дегенмен экономиканың негізі бұл бизнес болып табылатын болса, ал бизнестің негізі бұл менің нық сенім бойынша бұл экспорт. Неліктен экспорт? Экспорт, шикізатсыз экспортта Қазақстан әлі осы уақытқа дейін жолға қойған жоқ. Үлкен өкінішке орай. Біздің негізгі экспортымыз бұл шикізатты экспорт. Бұл әлемдік нарықтағы конъюнктураға өзара байланысты болғандықтан, тәуелді болғандықтан, әлемдік нарықтың бағасы түскенде ол Қазақстанның әлеуметтік экономикалық ахуалына да тікелей әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан осындай тәуелділіктен босату мақсатында біз шикізатсыз экспортты сыртқа шығаруымыз керек.
менің басты айтарым, жалпы осы уақытқа дейінгі инвестициялық саясатты меніңше түбегейлі өзгерткен абзал деп санаймын. Өйткені біз инвестицияны тарту үшін ғана әкелу керек емеспіз. Инвестиция жалпы шикізатқа әкелетін инвестиция Қазақстанға әкелетін инвестицияның қатарына жатпау керек. Қазақстанға әкелетін инвестиция бұл экспорт, шикізатсыз экспортты тудыратын инвестиция ғана шетелдік инвестиция болып танылу керек. Әр Қазақстанға әкелінген инвестиция 10 есе, 20 есе Қазақстанның шикізатсыз экспортын сыртқа шығару керек. Біз Қазақстанға келетін барлық импорттардың құрылымын тереңірек зерттеуіміз керек. Сол импортталатын заттарды Қазақстанда шығару мақсатында инвесторлар алдында тікелей біз мақсат қою керекпіз, талап қою керекпіз. Өйткені біз Қазақстан тек олардың импорттаушы елдердің нарығы болмау керек. Олар өздерінің шығарылатын тауарларды Қазақстанда шығарып, бізден біріншіден инвестиция тартамыз, екіншіден сол тауарларды, шикізатсыз тауарларды көрші мемлекеттерге тіпті экспорттау мүмкіншілігі болу керек. Соның арқасында бізге келетін салықтың үлесі көбейеді, жұмыс орны ашылады, инновациялық жаңа технологиялар келеді, инвестициялар келеді. Біз көптеген сондай мәселелерді жолға шеше алатын боламыз. Бұл Шығыс Еуропа елдерінің бұрыннан келе жатқан саясаты. Малайзия сол қағидаттар арқылы жеңіске жетті. Жапония, Оңтүстік Корея, Түркия, Венгрия, Чехия, Балтық елдерінің барлығы осының арқасында үлкен жетістіктерге жетті. Бұлар шикізатсыз экспортты алға қойып, сол арқылы инвестиция тартып, біз өзіміздің экономикалық үстемдігімізді көрсетуіміз керек. Қазақстан нарығы өте еліміз, мемлекетіміз үлкен болғанмен, Қазақстанның нарығы аз ғана, 8,5 ғана миллион халық. Оған бола біз инвестор тартып, сол 18,5 миллион халыққа шығаратын дәрі-дәрмек, киім-кешек немесе жиһаз әкелетін инвесторлардың саны аз болады. Сондықтан бұны шақыра берген ешқандай пайда келмейді. Қазақстанға экспортты кепілдендіретін саясат құрсақ, сол кезде ғана инвесторлар Қазақстанға келеді деген нық сенімдемін. Осы ретте біздің конституциямыз бизнеске қандай кепілдік бере алады? Осы тақырып төңірегінде ой өртсеңіз. Әрине, мен айтып өттім, бұл біріншіден біздің конституциямызда берілген жеке кәсіпкершілікке, орта және шағын орта кәсіпкершілікке берілетін бұл барлық кепілдіктер, бұл зайырлы мемлекетте ашылып жатқан үлкен мүмкіндіктер. Астана қаржы орталығының іске қосылуы, жалпы британдық заңның Нұр-Сұлтан қаласындағы орын алуы, соттың жүйесінің орын алуы, тағы да басқа көптеген атқарылған істерді айтып өтуге болады. Бірақ конституция дегенмен де бұл қатып қалған заң емес. Әр мемлекетте көптеген конституцияның заман талабына сәйкес, меніңше тіпті мысалы мынау пандемияның өзі, карантиннің өзі біздің өмірімізге көптеген өзгерістер әкелді. Ертеңгі біздің бизнестің өмірі, ертеңгі салудың өмірі, ертеңгі мобильді экономиканың өмірі карантиннің наурызға дейінгі болған Қазақстанның экономикалық өмірінен 180 градусқа өзгеріп, басқаша өмір сүруіне әбден кәміл. Сондықтан меніңше бұл қазіргі таңда біз экономикамызды, мемлекеттік саясаттың, вообще экономика деген көзқарасын, бизнеске деген көзқарасын түбегейлі өзгерту алдында тұрған секілдіміз. Алтай мырза, біздің сұхбатымыз Конституция күнімен тұспа-тұс келген екен. Осы ретте Конституция күніне орай сіздің мерекелік лебізіңізді естісек. Мен Конституция күніне орай, ата заңымыздың 25 жылдығына орай баршаңызды осы мерекемен шынайы құттықтаймын. Жалпы ата заң деген бұл мемлекетпен Қазақстандағы әр азаматтың арасындағы өзара келісім шарт.
Бұл келісімшарт 1995 жылы 30 тамызда бүкіл референдум арқылы әрбір қазақстандық өзінің қолын қойып, осы келісімшарт күшіне енген. Сондықтан да мен 25 жылдықты бүгін біз атап отырмыз. Келесі біздің ұрпақтарымыз осы конституцияның 50 жылдығын, 100 жылдығын, 200 жылдығын басқа елдер сияқты тойлайды деген үміттемін. Конституцияда жазылған әр әріптің маңыздылығы іс жүзінде іске асып, әр азамат, әр инвестор, әр экономика процесінің қатысушылары осы конституцияға сүйеніп, өзінің құқықтары мен өзінің мүмкіншіліктерін толығымен болашақта пайдаланып іске асады деген үміттемін. Уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет, ісіңіз табысты болсын. Сіздерге де рахмет, сау болыңыздар. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде Замандас Лайф бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бүгін біз конституция және бизнес деген тақырып төңірегінде ой өрбіттік. Келесі көріскенше сау болыңыздар.